Таяуда ғана ресейлік жазушы әрі блогер жыныстық қатынасты ашық насихаттап жүрген Алекс Леслидің қазақ қыздарына қатысты кереғар пікірі қоғамда дүмпу туғызған еді. Белгілі айтыскер ақын Мұхамеджан Тазабек ағамыз арулардың арын таптауға бел буған шетелдіктің жолын кесуге шақырды. Алекс Лесли өзінің даулы бейне жазбасында Қазақстанға келіп, қазақ қыздарын төсек қатынасына тартудың түрлі тәсілін үйрететінін ашық айтқан еді. Блогер 19 қараша күні Алматыда дәл осы тақырып төңірегінде тренинг өткізбек екен. Бұл видео Казнетте қызу талқыланып, халықтың ашуын тудырды. Осыдан кейін Мұхамеджан Тазабек әлеуметтік желідегі жеке парақшасында бұл мәселені қолға алу керектігін айтып, жігіттерге шұғыл бейне үндеу жолдапты. Қазақ қыздарын жауапсыз төсек қарым-қатынасына үйретіп, ар-ұятын қалай оңай таптауға болатынын көрсетуге келе жатыр екен. Бүлік салып, қымбатты қыздарымыздың ар-ұятын аяққа таптауға келе жатқан адамға барынша қарсы тұрып, оның жолын кесуіміз керек, деді Мұхамеджан Тазабек ағамыз. Осындай үндеулерден кейін Қазақстан Республикасына Алекс Леслидің кіруіне тыйым салғандығы туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан жариялаған болатын. Дегенмен Алекс Лесли маған Қазақстанға кіруге тыйым салынды деп бұқаралық ақпарат құралдары таратқан қауесеттерге сенбеңіздер, менің Қазақстанға кіруіме ресми тыйым салынған жоқ. Мүмкін емес, біз ешқандай заңды бұзып отырған жоқпыз, мен рейсімді тоқтатпаймын деп жазды. Осыдан кейін боксшы Жанқош Тұраров бастаған бір топ қазақтың батыр жігіттері Алекс Леслиді Қазақстанда күтетінін, келгеннен кейін іс-шара қолданатынын айтып, видео үндеу жолдады. Ассалаумағалейкум, ағайындар, қалайсыздар? 2-3 күннен болып жатқан мына тақырып өзі мәресіне жетпей жатыр. Біз соны күтіп отырмыз. Алла қаласа, Алекс жолға шығыпты. Ағайындар, келсін, көреміз, сабасын береміз.